Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін сүзбе қосылған сочники дайындаймыз. Бізге керек нәрселер 350 грамм ұн қосамыз, 1 шай қасық қосқыш, 1 шымшым тұз қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 50 грамм сары май қосамыз. Қолымызбен осылай араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызға 1 жұмыртқа қосамыз. Жарты шай кесе қант қосамыз. 1 шай кесе қаймақ қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып тұруы тиіс. Бетін жауып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді сүзбемізді дайындаймыз. 250 грамм сүзбе, жарты шай кесе қант қосамыз, 1 шай қасық ванильный сахар қосамыз. Кішкене араластырып, үстіне жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. 1 ас қасық қаймақ қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 ас қасық ұн қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Сүзбеміз дайын. Қамырымызды осындай дөңгелетіп, ішіне сүзбені салып, осындай форма жасаймыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Сочникилеріміз дайын, өте жұмсақ, өте дәмді болып піседі. Достар, менің рецептіммен пісіріп көріңіздер. Толық рецепті төменде қалдырып кетемін. Достар, мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.